Марат екеуміздің отандасқанымызға биыл 15-ші жыл. Мен оның 3-ші некедегі әйелі болсам, ол менің 2-ші күйеуім. Менің бұрынғы күйеуімнен бір ұл, ортақ некеден бір ұл, бір қызымыз бар. Маратта 1-ші әйелінен бір қызы бар. Ол біздерге кейде келіп тұрады. Жалпы мұсылман әйелдерінде алғашқы некелерінен жолы болмаса, әйел 40 шырақты дегенмен, ажырасқан әйелдің 2-ші рет тұрмыс құрып бақытты болуы некен саяқ. Бірақ Құдайға шүкір, мен Маратты кездестіргелі тағдырға өкпем жоқ. Өзімді бақыттым деп санаймын. Асып-тасып бара жатпасам да біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүріп жатырмыз. 1-ші күйеуім жаман жігіт болғанмен, арақпен ажырамас дос еді. Сау жүретін кезі болмайтын. Арақ өтіп кеткен ауру болатын. 2 жыл тұрмай жатып ажырасып кеттік. Маратпен қосылғанда менің ажырасқаныма 2 жылға таяу уақыт өткен. Екеумізді таныстырған Майра. Жеке өмірінде жолы болмай жүрген жігіт нен кетеді таныса салшы деп. Майра үйінде аяқ асты таныса қалғанда, соның нәтижесінде осылай әп-әсем семья құрып кетеміз деп ойлаған жоқ едім. 2-ші кездескенде бір автобус жора жолдастар тауға шықтық. Тамақ ішіп болған соң, әркім 2-шеуден бөлініп, біреулер доп, біреулер шахмат ойнауға кіріскен. Доп соғып жалыққан соң, оңаша кетіп, өзіме ұнаған шөптер мен гүлдерді жинауға кірістім. Мен өзім аттарында білмейтін шөптерді қызықтап, кейбіреулерін еңкейіп, иіскеп, кейбіреулерін жинап, демалып жатқан топтан едәуір ұзап кетіппін. Кенет қойтастар арасымен жақындап қалған Маратты көрдім. Біреу жасырын санап отырған ақшамды көріп қалғандай жақтырмай, әрі ыңғайсызданып қалдым. Ол ұялып қымсынған жоқ. Қасыма емін-еркін келіп, Жанар оңашада қасқыр жеп қояды деп қорықпайсың ба деді. Мен кез келген қасқырға жем болатын тоқты емеспін дедім, ойланып та жатпастан. Әйтеуір аузыма келген алғашқы сөзді айта салдым. Өзіңнің әдейі жем болатын арнаулы қасқырларың бар ма? Билей басып жоғары өрлеп, біраз биіктіктен қарамақшы ем Марат. Жүр анау үлкен қойтасқа шығып қайтайық деп қолын ұсынды. Бетіне қол ұстаспай-ақ шығуға болмайды ма дегендей таңдана бір қарадым да қолымды бердім. Қолдары қарулы екен, адымдап тез жүреді. Оған ілесем деп әп-сәтте ентігіп қалдым. Төмендегілер көзден ғайып болған. Бұл шоқының арғы жағы көлеңкелеу, салқындау секілді. Біраз жүрген соң төбемізде өткінші жаңбырдың қара қорғасын бұлттары пайда болғанын байқадым. Денем тоңазып кетті. Кішкене діріл пайда болды. Ол аздай үлкен-үлкен жаңбыр тамшылары төпеп жауа бастады. Лезде үстіміз малмандай су болды. Төмендегі адамдар бала шағаларымен машиналарына тығылып жатқан болар деп ойладым. Демалысымыздың сәні кетті-ау, синоптиктер жауын болмайды деп еді ғой деп қапалана ойладым. Анау жерде үңгір бар екен, кеттік деген Маратпен қосыла жүгіргенде, көз алдымызға жақын көрінген үңгір қапелімде жеткізе қоймады. Ақылеп-үхілеп оған жеткенде, біздерді мазақ қылғандай жаңбырда бітті. Жаңа жаңбырдан қашып қатты жүгіргенде, қолымдағы бір аяқ киімімді түсіріп алыппын. Жаңбырдан кейінгі ызғарлы жел денемді дірілдетіп барады. Ентігіп, бір-бірімізге не істерімізді білмей қарап тұрмыз. Мендей діріл қақпағанымен, Мараттың да үстіндегі бір көйлекпен жаурап тоңғаны көрініп тұр. Түрі бозарып кетіпті. Жанар сені құшақтап жылытпағаныма ренжіме, олай жасасам әрі қарай кетіп қалуы мүмкін. Ондай жағдайда сен менің қолымды қақпауың керек деді. Менің құлағым тас бітеліп қалды. Тісім тісіме тимей сақылдап тұрмын. Оның нені меңзегенін түсіндім. Адамдар отырған жерге жеткенше біраз уақыт керек. Оларда дымқыл жерді басқысы келмей, әлі машиналарынан шыққысы келмей отырған шығар. Осы демалысты ұйымдастырып жүрген Алтай осы жерге келгенде тауар алып кетсеңдер де кешкі 6:00-де осы жерге жиналыңдар деген. Оған дейін әлі қайда? Маратқа қарасам, маған сұраулы түрмен әлі көз алмастан қарап тұр екен. Бірге болған еркектерім көз алдыма келді. Біріншісі ажырасқан күйеуім, екіншісі ретін тауып күш көрсетіп дегеніне жеткен бір сұмырай, үшіншісі Марат болады ма? Біреу ішімнен, біреу артық, біреу кем не қылар дейсің? Көне сал, өзіңнің тәніңде жаныңда қарсы емес қой, әрі сенің ырқына салып тұр дейді ішімнен бір дауыс. Жындысың ба? 2-ші рет көрген еркекпен болмақшысың ба? Мерез бе, спит ба, бірдеңесі болса қайтесің? Бала көтеріп қалсаң ше, өзі сырт келбеті келісті, денелі жігіт, етегіне намаз оқып жүр дейсің бе? Өзі туралы да ештеңе білмейсің. Ол сен ұнаттым, сүйемін, үйленемін деп те айтқан жоқ қой. Мынандай жерде қалай болмақсың? Сенің төсек историяларың жылы үйде оңашада, жұмсақ төсекте өтетін дейді
екінші дауыс. Осыдан көнсең саған үйленем деген дауыстың алыстан естілген соншалық оны Мараттың айтқанына сенбейтіндеймін. Сол екен, мен өзіме өзім сөз бергем. Мен туралы ештеңе білмей, көз жұмып көнген қызға не әйелге үйленем деп сөз бергем дейді. Иә, еркектердің бәрі сол, дегендеріне жеткенше уәдені аямайды. Менің үндемегенімді Марат өзінше түсінді ме, мені құшақтап алып сүйе бастады. Есімді жиғанша етегімді көтеріп шаруасына кірісті. Аздаған ыңғайсыздықтары болмаса, мен онымен болғаныма өкініп те тұрған жоқпын. Қабылдап қалмасам жарар еді деп уайым қылған басым, Мараттың қимылының өзіме ұнап, еріп бара жатқаным сондай, қабылдасам көп болса абортқа барармын деп үлгердім. Бойыма қан жүгіріп жылындым. Оның үстіне мына қапсағай жігіттің мәдениетті әрі көңілге сыйымды әрекеттері жылы үй мен жұмсақ төсектің де жоқтығын білдірмегендей, Мараттың құшағы мені ләззат тұңғиығына тартып барады. Табиғат аясында табиғаттың бір бөлшегіне айналып кеттік. Көздерім жұмулы болса да, көкте екі құстың бір-бірін қуалап қатар ұшып ойнап жүргенін, жерде екі гүлдің басы тербеліп бастары түйісіп сүйіскендерін көңіл көзіммен көргендеймін. Жер мен көктің ортасында табиғаттың балалары табиғат заңынан аттай алмай, соған бағынып құмардан шығудамыз. Екеуміз де қатты шөлдеп қалыппыз. Махаббат деп аталатын екеумізге ортақ ешқандай сезім болмағанымен, екеумізде де қатты құштарлық пен сағыныш бар еді. Мен еркек құшағын сағынсам, Мараттың да көптен әйелмен болмағаны сезіледі. Екеуміздің де темпераменттеріміз шамалас екен. Төменге мен бөлек оралдым. Марат менен әжептәуір кеш оралған. Менің аяқ киімімді сыңарын тауып әкеліпті. Бір жұмадан кейін Марат мені үйіне алып барып, көршілерін шақырып, Жанар енді біздің үйдің хозяйкасы болады деді. Сонда ол өзінің екі әйел жібергенін айтты. Басында біраз ыңғайсызданып жүрдім. Жиренше айтпақшы, күндіз 2, түнде 4, 5, 6 болып кеткендейміз. Бірақ біздің мінездерімізде ортақ нәрселер көп еді. Екеуміз де әңгіме, өсек, депті дегендерге ермейміз де, көңіл аудармаймыз да. Екеуміздің де алдыңғы некелерден аузымыз күйгеніміз бар. Ең алдымен бір-бірімізді ренжітіп алудан қорықтық. Алған тәрбиеміз, өмірге деген көзқарасымыз деңгейлес екен. Басты себеп сол болса керек. Сыйластық түбі үлкен сезімге ұласты. Ең бастысы бір-бірімізді тыңдай түсіне білдік. Әлі күнге бір-бірімізді ренжіткен емеспіз. Қосылғанда басын ашып алған мәселеміз Мараттың Жанар бұрын қанша еркекпен болғаның маған қажеті жоқ. Білгім де келмейді. Тек алғашқы күннен өле-өлгенше бір-бірімізге адал болуымыз керек деген сөздері менің ойымнан дәл шықты. Бүгін күн сенбі, балалар үйде жоқ. Ерте тұрып құймақ жасап, таңертеңгі сүт қосқан қою шайды ішіп отырып еркелей үн қаттым. Мәке, балалар өсіп жігіт болып келеді. Өтпелі кезеңде жүр. Қыздарда телефон шалып тыным бермейді. Соларға бір жыныстық тақырыпта әңгімелер айтып, ақыл айтыңыз, қыздардан аулақ жүрсін, бір нәрсеге ұрынып қателік жасап қоймасын. Жанарау, әлі жас емес пе олар? Жыныстық тақырыпқа әңгіме айту ерте емес пе? Солай деген Марат есіне бір нәрсе түскенде кілт тоқтады да, жоқ, ерте емес екен деп мырс етіп күліп жіберді. Жүзіне барлай қараған мен, қыздармен алғашқы сүйіскенің есіңе түсті ме, әлде әйелмен алғаш болғаның есіңе түсті ме? Айтып берші деп күлдім. Жанарау, сен де адамның ішіндегін оқып отырасың ба? Иә, менің бірінші рет әйелмен болғаным есіме түсті. Сен де айтып берсең айтайын деді. Иә, ерлі-зайыптылар арасындағы бұндай әңгіменің көбі ерсі көретін шығар. Бірақ біздер күнделікті өмір шындығын ертекке айналдырмай, сол күйінде қабылдаймыз. Марат екеуміз де бір-бірімізге қосылғанша бірнеше некеде болғанымызды жоққа шығармайтынбыз. Иә, бұл өмірдің шындығы. Оны еске алғымыз келмегенімен ақиқат солай. Ол мені төсекте басқа әйелмен салыстыра алатын болса, мен де оны төсекте басқа еркекпен салыстыра алатынымды біледі. Мен басымды изедім. Мәкең өзінің қоңыр даусымен әңгімесін бастап кетті. Мектеп бітіретін жылым. Біздер 11-ші класс бітіргенбіз. Жасым 18-ге толады. Қол-аяғым балғадай жігіт болып қалған кезім. Қыздарға өлеңдетіп хат жазғаннан әріге бара алмай жүрміз. Бірде сабақ әзірлеп отыр едім. Көрші бөлмеден анамның зілді үні естілді. Маратай, мына жаңа туған қозыларды анасының бауырына сал, алмай қояр, өздері әлсіз екен, ауыздандыр. Биыл 11-ші класты бітіріп жігіт болып арман қуып Алматыға оқуға барайын деп жүрген жігітке анамның қозыларды ауыздандыр дегеніне риза болмасам да, әдетте бұндай жұмыстармен айналысатын інім Саматтың өкпесіне салқын тиіп, аудан орталығындағы ауруханада жатқанын есіме алып, қозыларды қорадан шығарып,
ауладағы енелеріне қостым. Аяқтарын тәлтіректей басып, өз бетінше енелерін дұрыс емей алмаған қозыларды тамақтандыруға бөтелкеге құйып сүтте алып шыққанмын. Бірақ анамның талабы барынша енесін емізу. Сосын барып тоймаса, немесе өздігінен еме алмаса ғана бөтелкемен сүт беру. Біресе тәлтіректеп тұра алмаған, тұрса да енесінің емшегін таба алмаған, тапса да дұрыс еме алмаған қозыларды ұрсып, біресе шыргөбелек айналған қойларды ұрсып, қара терге түстім. Бұндай жұмысқа анамның малтабар атайтын Самат дұрыс еді. Ол малдарды күткенде артық ештеңе байқалмай, ол әбігерге түспей-ақ бар жұмыс өздігінен істеліп жатқандай көрінетін. Қой, енді шаршадым. Кешеке салғанда енелерін дұрыстап емізермін деп еміздікпен тамақтандыруға кіріскенім сол еді. Ойбой, палуан жігіт-ау, не істеп жатырсың деген ойнақы дауыс естілді. Дауыстың ойнақылығы, көңілділігі сондай, мені мынау шуашпен көң сасыған жерден әдемі, ойыңа не келсең соны істей алатын түрлі түсті сәулелі, әртүрлі сазда әуенді жерге апарып тастағандай. Қарасам Зілиха екен. Бізге аталас жақындығы бар. 5-6 үй әрі тұрады. Ылғи көңілді жүретін келіншек. Күйеуінен ажырасып кеткен, 2 ұлы бар. Анам оны көрсе кірпідей жиырылып жақтырмай қалады. Жай, мына кеш туған қозыларды ауыздандырып жатырмын деп белімді жаздым. Ой, соқталдай жігіт болыпсың ғой, ауыздандырып жатырмын де. Ал ауыздандырған қалай екен деп сиқырлана күлді. Үлкен қара көздері мөлдіреп тұр. Көз айыра алмайсың. Біздің кластың қыздарында бұндай мөлдіреген көз жоқ деп ойлап үлгердім. Онша емес, қозылар емшекті алмай жатыр. 3 туған соң ба қозылар кішкентай әлсіз бөтелкемен сүт бермекшімін. Қане маған бер, ауыздандыру оп-оңай деп кім айтты саған? Мен қозыларды ауыздандырып берейін, ал сен маған ертең келіп ағаш жарып бересің бе деп көзін қысып, сыбырлап құпиялай сөйледі. Мен басымды шұлғыдым. 5 жыл бойы мектепте Тимур және оның командасының мүшесі болып, талай үлкендердің тезегін басып, үйлерін әктесіп, ағашын жарып, аулаларын жинап бергенбіз. Ағаш жару түкте емес, ол қолымнан келеді. Зілиха етегін жиып, 2 тізесінің арасына қыстырып жүрелей отырып, қозының аузын күшпен ашып, қойдың емшегін аузына сауып жіберді. Ана сүтінің дәмі бөлек пе, әлде мен шынымен ретін таба алмағаным ба? Аз уақыттан кейін ақ қозы енесінің емшегін еме бастады. Анамның үйден шығып келе жатқан дыбыс естілді. Зілиха сұқ саусағын ерніне апарып, тыс, ешкімге айтпа дегендей белгі берді. Апа, саламатсыз ба? Бағана поштаға барып едім. Алматыдағы қызыңыздан посылка келіпті. Пошташы Танзила паспортын әкеліп, посылкасын алып кетсін деп айтып жіберген. Соны айтайын деп келдім. Көрген соң, мына балаға қозыларды ауыздандыруға көмектестім деген ол моп-момақан күйге ене қалды. 3 қозы енелерін таласа еміп жатыр. Зілиха кетіп бара жатып, көзін тағы бір қысты. Апамның оған рахмет айтқан даусы ызғарлы шықты. Онымен қоймай маған ала көзімен атып бір қарап, Зілиханың артынан бір түкірді. Түнде төсегімде дөңбекшіп көпке дейін ұйықтай алмадым. Зілиханың көзқарасында адамды тартып тұратын бір сиқыр бар. Көзқарасының өзі жұмбақ, тез өзгереді. Әрі мұңды, әрі тұнық, әрі күлімдеп тұрады. Адамға сынайды, барлайды, еркелейді қарайды. Неге екенін білмеймін, Зілихан анам да, көрші әйелдер де жақтырмайды. Тіпті бір ретте байсыз болса да қойны құр болмайды дегендерін оқыста естігенмін. Ертеңіне биік туалды көк қақпаның алдына келіп қоңырауды басқанымда, есік ашқан Зілиха сен ешкім көрген жоқ па деп айналаға қарап алды. Оған таңдана қарап қалған маған тез кір Марат деп қақпаны жапты. Қаз-қатар жарып дайындап қойған ағаштарға қарап, қайда жаратын ағаштар, балта өткірме деген сұрағыма Зілиха қандай ағаш, үйге кір деді. Кешегі айтқан шаруасын ұмытып қалған ба, үйдегі электр розеткалары істемей қалған ғой деп үйге ендім. Шағын ғана 2-3 бөлмелерден тұратын тап-таза үйге қысыла басып кіргенмен бізден басқа ешкім жоғын көріп еркінсідім. Кішкене 2 балалы үйге ұқсамайды. Шашау шыққан не киім, не ойыншықтар көрінбейді. Палуан қайным-ау, мен сені шынымен ағаш жаруға шақырды дейсің бе деп сықылықтап күліп алды. Күлкісі бар ғой, сыңғырлап тұр. Біздің кластың ешбір қыздары бұлай күле алмайды. Ол жүре сөйлеп, дастархан әзірлеп жатыр. Бұрын дайындап қойған ба, шай әп сәтте дайын болды. Мен клубта бүгін кинодан кейін би болады деп естігем. Үйге барып киетін шалбарымды үтіктеуім керек. Көрші бөлмеге шығып кеткен Зілиханың палуан қайным-ау,
Сен не ішесің, ақ па, коньяк па деген даусы естілді. Бәрі жұмбақ болса да, санама бірдеңе жете бастаған секілді. Маңдайымнан тер бұрқ ете түсті. Оңаша үй, жаюлы дастархан, шөлмек сыланып, сызылған келіншек, сырлы тылсым дүние жұмбақтығымен тартып тұрса да, ағаш жару керек болмаса, кинодан кейін би болатын еді. Қайтуым керек деп орнымнан тұрмақшы болдым. Бірақ аяқтарым асығар емес. Отыр, Марат, отыр, би болса кинодан кейін емес пе? Мен сені жеп қоймаймын деп жас балаша аузын томпайтты. Ерке қызға құсап кетті. Жасы 25-30-да шығар, бірақ дәл қазір 16-дағы қыздардай көрінді. Өзім бір белгісіз нәрседен жүрексініп тұрғандаймын. Әшейінде ештеңеден қорықпайтын басым бас киімімді қыса ұстаған қалпы тұра қашқым келіп тұр. Марат, бірінші шай ішіп әңгімелесейік, жақын отыр деген Зылиха аузы ашылған шөлмектен 2 рюмкаға ақ арақ құя бастады. Екеуміз де еркін отырып, әңгімелесу үшін мынаны алып қоялық. Бүгін менің күйеуге шығып, алғашқы еркекпен болғаныма 10 жыл толды. Оның орталап құйған рюмкадағы арақты қағып салғанына қарап, мен де әйелден қалғаным ұят болар деп қағып салдым. Классымыз 9-шы бітіргенде бірнеше бала әрі қарай оқымай училищеге кететін болғандықтан вечер жасағанбыз. Сонда алғашқы рет арақ ішкем. Әрең демімді алып қақалып шашылғаныма ыңғайсыздансам да, онымды 5 минут өтпей ұмытып кеттім. Еркінсіп әзілдемек болдым. Жақсы хозяйка екенін, дайындаған салаттарының дәмді екенін айттым. Екінші рюмканы ішкенде алғашқыдай қиналған жоқпын. Мойнына байлаған орамалын алып, Зылиха қасыма жақын отырды. Мен оның әппақ, жұп-жұмыр мойнынан көз алмай қалдым. Көйлегінің алды да, арты да ашық екен. Мойнына таққан шынжырына кигізілген жүрек тәрізді кулоны қос анардың ортасына төмен құлапты. Мені көр дегіп тұңғиыққа тартып жатқандай, найзағай сезім денемді дір еткізіп, дірілдетіп тұрып алды. Біресе жаңағы ішкен 2 рюмка мені қатырып тастағандайма қалшиып қаттым да қалдым. Ештеңе естімеймін, сөйлей де алмаймын, әлде сөйлегім келмейді. Биді де ұмыттым. Зылиха маған бір нәрселерді айтып жатыр. Арасында тамақ іш, енді арақ ішпейміз дегенін естіледі. Бір кезде қолымды қағып, жаңағы кулонның үстінен басты. Қосанары көліктің сыртынан ақ қолымды күйдіріп барады. Сонда да тартпадым. Жаңа ойыншықпен әуестенген баладай қосанарды сипалап тұрып қысып-қысып қоямын. Іш киімнің ішінде бір нәрселер болып жатыр. Bir кезде дымқылданып кеткенін сездім. Демімді терең алып, 3-ші рюмка арақты өзім құйып қағып салдым. Палуан қайным, сен менің айтқанымды түсіндің бе? Өткендегі қозыларды ауыздандырғанымыз есіңде ме? Мен сені әйелмен болуға, яғни ауыздандыруға шақырғам. Егер қалғың келмесе кете бер. Қалай кетемін? Тосын, жұмбақ дүние. Өзім жүретін Камчаттың бетінен шала шарпы 2-3 сүйгенім бар. Әлі ерінен де сүйіп көрген жоқпын. Ал Зылиха сан қырлы, сырлы дүниені ұсынып тұр. Одан қалай бас тартам? Жалпы Зылиха біздің ауылдың көп әйелдеріне ұқсамайды. Шалбар киіп алып велосипедте тебеді, жас қыздардың арасында волейболды ойнайды. Әр кез үстінен әдемі әтір иісі аңқып жүреді. Кеттік мына бөлмеге деген Зылиханың артынан ере бердім. Бұрын қызбен болмағансың ғой? Жоқ, ештең етпейді. Жүретін қызың бар ма? Иә, ничего, бұл сатқындық. Иә, көзге шөп салу емес, тек сәл-пәл мына мектептен өту. Бізде оқуға үйретеді, тамақ істеуге, әртүрлі жұмыстарды істеуге, киінуге үйретеді. Ал ең басты нәрсе мен айналысуға үйретпейді. Мен тек соның орнын толтырамын. Әрі менің әйел атанғаныма бүгін тура 10 жыл. Соны өзімше атап өтемін. Жалаңаш әйел денесін жақыннан алғаш көруім. Кинодан, шомылуға барғанда көріп жүрмін ғой. Ал ол қасыңнан табылғанда оның әсері тіпті басқаша екен. Басым айналғандай көзімді жұмдым. Өзі шешініп болып түймелерімді асығыс шешіп жатқан Зылиханы алып кеудеме бастым. Алдымды бір қатты өрттің жалыны шарпып жатқандай болды. Адамға ма, әлде жануарға тән түйсікпен бе, анық білмесем де, ол өртті сөндіретін нәрсе менің білуімше Зылиханың алды. Менің алдымнан да ақылға бағынбас бір күш қозып пайда бола бастады. Бас бермеген арғымағымның артынан еріп, Зылиханы кітаптан оқып, кинодан көріп жүргендей бас салып сүйіп аймалай бастадым. Ұмар-жұмар төсекке құлағанда, әйелдің шешпейсің бе деп тұнжыға шыққан даусы емтихан кезіндегі подсказка секілді болды. Іш киімнің қалай шешілетін де ұмытып қалғандаймын. Ұзақ уақыт әуреленген секілдімін. Содан кейін бойымды өртеген қызуды басатын саябаққа кіргім келіп, қақпасын таппай аласұрдым. Әйелдің қолдары көмекке келді.
жоланау деп көрсетіп жібергендей болып еді. Кірмей жатып қақпадан ене бере қоржын толы тауарын шашып алған саудагердей күй кештім де басымды қос онардың ортасына тығып жібердім. Қоржынды алып барымды көрсете алмасам да қақпадан ингенімді өзімше бір ерлікке баладым. Ештеңе емес, бұл бірінші рет қой деген әйел даусы құлағыма күңгірлеп жетті. Мені тыныштандырғандай басымнан сипай бастады. Содан найзағай сезім бойыма 5-6 рет келіп, қақпаға қарай шабуылдап, алғашқы күні-ақ осы сабақтың бірнеше әріптерін үйреніп қалдым. Жақсы оқушымын ба, әлде мұғалімім тәжірибелі ме білмеймін. Биге барам деп едің ғой. Клубта кино бітетін уақыт болды. Енді қайт деген Зілиха есіктен шығарып салып тұрып, енді 2-3 рет бірге болсақ, әбден ауызданып кетесің деп сылық-сылық күлді. Содан кейін менің аңдығаным Зілиханың үйі болды. Оған күніне бір барып қайтпасам, сабақта оқи алмайтын күйге түстім. Қалған кезде айналама кітаптарды үйіп алып бөлмемнен шықпаймын. Мен сол кезде ойлағаным әйелдің ғажап денесі тұрғанда кино, концерт, ал бертін келе оларға қоса қонақты, курорт, тағы басқа қызықтардан гөрі әйел денесін қызықтағаннан, әйел денесіне тояттағаннан артық ештеңе жоқ. Әйел денесіне еш нәрсе жетпейді деп білемін. Әртүрлі сылтау айтып кешке қарай Зілиханың үйінен бірақ шығам. Ештеңеге шамамыз келмей дереу төсектен табыламыз. Жас арасын сезбеймін. Оны мен өзімді еркін ұстаймын. Ол да 2 баласы бар әйел секілді емес. Сен мен сенің үстіңе шығайын дейді. Біресе былай жасап көрші қалай болады екен дейді. Құдды математика апайдың бұл есепті тағы қандай жолдармен шығаруға болады екен деген сұрақтар секілді. Мен одан кейін де ондай экспериментатор әйелді көрген емеспін. Марат осы сөзді айтқаннан кейін менің бетіме зертте бір қарап алды. Неге екенін өзім де білмеймін, мен төмен қарадым. Тек ойыма Мараттың төсек қатынасы кезіндегі ұсыныстарының көбін қабылдамайтыным есіме түсті. Марат әңгімесін әрі жалғады. Зілиха екеуміздің арамызда сезімде, міндетте ештеңе жоқ. Тек бір-бірімізге магниттей тартатын бір күш бар. Осы күні ойлаймын, мен тіпті сол кезде үйленсем де Зілихаға баруымды қоймас едім деп. Бұл екеуміз үшін де жақсы еді. Бірақ жақсы нәрсе ерте ме кеш пе бітуі тиіс болатын. Бірде кездескенімізде Зілиха балаларының ертең шешесінің үйінен қайтатынын, енді бұлай еркін кездесе алмайтынымызды, тек анда-санда сиректеу, онда да түнгі сағат 1-2-ден кейін 1-2 сағатқа ғана келіп кетуге болатынын айтты. Аз күнде Зілихаға қатты бауыр басып қалыппын. Ішімнен тәтті күндер бітеді ме, жоқ бір реті болар деп ойладым. 18-дегі жігіттің еш нәрсені уайым көрмейтін шағы емес пе? Әдеттегідей бүгінде құштарлықтың бетін 4-5 қайтарып тастап, әйел денесін зерттеп сипалап жатыр ем. Зілиханың айтуынша үздік оқушы екенмін. Есік қоңырау естілді. Денесі былқ-сылқ етіп маужырап, ләззатқа батып жатқан Зілиха әлденеден секем алғандай ұшып тұрды. Халатын жүре киіп Зілиха шығып кеткен. Аздан соң даладан қатты дауыстар естіле бастады. Зілиха мен тағы бір еркектің дауысы. Сақтықта қорлық жоқ деп киініп алдым. Аулаға шығатын ауызғы бөлменің есігінің артына тығылып, демімді ішіме тартып, құлағымды сырттағы диалогқа тіктім. Дауыс таныс, учаскелік милиционер Созақбайдікі. Одыраңдаған жігіттен мектеп оқушылары түгіл жұрттың бәрі қорқады. Үйде оған қатысты әңгіме қозғалса, апам әлгі әдірем қалғыр Созақбай деп отырады. Өзі әйел бетін, денесі де қалай солай пішіле салған әйел денелі, даусы да шіңгілдеп шығады. Әйел бет еркек дегенді білесіз бе? Көзіңізге елестетіп көріңізші. Еркек екенін үстіне киген еркек киімі ғана білдіреді. Созақбайдың өзі әлде жұмысын жақсы көреді ме, әлде басқа киімнен гөрі милицияның киімін жақсы көреді ме? Әйтеуір формасын ұйқыға жатқанша үстіне тастамайды. Май басып, қызара бөрткен, безеулі беті, мықынсыз тұтасып кеткен белі, қампиған қарны, өзінің пошымына салмақ қосқысы келгендей жасайтын жасанды қылықтары оны көпке сүйкімсіз етіп көрсетеді. Пияз бен сарымсақ сасып жүретін, аузындағы сап-сары тістері өмірі тіс щеткасын көрмеген секілді. Түкірігі шашырап сөйлегенде сирек мұрты қосыла жыбырлап тұрады. Ия, сұлу қатын, неге сонша бұлданасың? Еркек көрмегендей, не тұрыс үйге шақырмайсың ба? Мен қонақшыл емеспін. Келген шаруаңызды айтыңыз, және қолыңызды жүгіртпеңіз. Келсем сол күйеуі жоқ әйел жігіт сағынып қалған шығар деп келдім деп, өзінше әзілдеген Созақбай хикилеп, шіңкілдеген даусымен күліп алды. Жігітінің түрін деп, іштей кіжініп жігітшіл Созақбайды бір боқтап алдым.
Ағай, қолыңызды тартыңыз деген Зілиханың ашулы дауысы тағы естілді. Жа, шаңқылдама, еркек қол тимей жүргендей секіруін. Айттым ғой, мен келіп тұрамын. Ет петіңді, тауықтарыңа жем, отын су, кемдік көрмейсің. Кешке келем. Қазір де туралуға болады. Скорсқа салып жібермейміз бе? Жүрсе үйге, есікті жап деген Созақбайдың даусы жұмсарғаны мен әмірлі өктем естілді. Жоқ ағай, кірмейсіз. Кірсеңіз мен ауладан шығып кетем. Сіз қала беріңіз. Жай айтқанды түсінбейсің ғой, менің айтқаныма көн. Осы ауылдағы бастық сельсовет екеуміз екенін білмейсің бе? Біз не айтсақ сол заң. Мен сені өзің жас, өзің сұлу болған соң еркелетіп отырсам, бала көтерсең Шымкентте таныс дәрігерлерім бар, апартып түсірем. Маған бала керек емес, онсыз да 4 балам бар, сол жарайды. Ағай, сіз мені күйеу жоқ деп басынбаңыз. Сіз маған ұнамайсыз. Мен сізбен ешқашан бірге болмаймын, шығып кетіңіз. Ешқашан болмаймын деймісің? Өзің шын айтып тұрсың ба? Оның шіңкілдеген жіңішке даусы одан сайын ашыланып, шыңылтырланып кетті. Бұл кезде оның қызарып өткен жүзі күрең жасылға айналып, бетон беттеніп, әйнек көзденіп кеткен болу керек. Сондай түрін бірнеше рет көргенмін. Ха, мына қатынның құтыруын-ай. Мен өткенде қалаға барғанда 500 теңгеге 18-дегі жас қызды туралаған бұлаған. Сен неменеге еркек көрмегендей бұлданасың бәле қатын. Бұл ауылда не көп, байсыз қатын көп. Аяғыма оратылып жүргендері қаншама. Ағай, әңгімеңізді тоқтатыңыз, кетіңіз. Зілиханың даусы жыламсырағанымен қатқыл естілді. Участковый тактикасын өзгертті. Даусы енді жай мөңкеленіп шықты. Әй шырағым, Зілиха, жаңа айттым ғой, не көп, байсыз қатын көп. Бірақ сен маған ұнайсың. Зілиха кімге ұнамаған? Біздің үйдегі әйелді білесің ғой, женскиймен ауырады, жатуға болмайды. Оның үстіне тағы қабат. Мен енді өлем бе, түсінсеңші. Қатынмен жату үшін қалаға шаба берем бе? Жаным қиналып кетті ғой. Бір мәрте жаным. Әрі қарай мұрныңның астына бірдеңе деп міңгірлеген болса керек, дауыс естілмей кетті. Ұятсыз, тарт қолыңды. Менің құшағым кез келген адам қонып шыға беретін қонақ үй емес. Кетіңіз, қандай жеркеніштедіңіз. Мен айғайлап көршілерді шақырамын. Содан соң алысқан адамдардың дыбысы білінді. Жұдырықтарымды түйіп алып тістеніп әрең тұрмын. Шығып төбелесейін десем, Созақбайға әлім жетпейтінін білем. Әрі ол мені Зілиханың үйінен көрсе, ертең бүкіл ауыл білетінді түсінікті. Ол маған да Зілихаға да жақсы емес. Созақбай тек қатын дене еркек қана емес, ол қатын мінез еркекте. Бәрін ауылға жаяды. Өткенде Зілиха маған, сен енді келме, мен саған бауыр басып барам, әрі біреу білсе ұят, мені жас баланы бүлдіріп жүр дейді ғой деген. Кетіңіз, мен сізге оншық емеспін. Өз намысымды қорғай алатын әйелмін. Шық үйден, әйтпесе мына айырды тығып алудан тайынбайтын әйелмін. Зілиханың даусы жарықшақтанып шықты. Осы сөздер мен осындай дауысты Зілиханың аузынан шыққанына сенбейтіндеймін. Жә шапылдама, о несей, ауылды басына көтеріп, етегін желден басқа еш нәрсе көтермегендей безілдейді ғой. Мына қаншық, әй, сен біреудің үйінде пропискасы тұрасың, заңды бұзып жүрсің. Мен саған көрсетем, әкеңді танымай жүр екенсің, танытам. Маған отказ берудің қандай екенін. Саған алдымен айыппұл төлеттірем, күніңді түнетем. Алдыма өзің ақ жалынып келесің. Қатындар сенің қойныңды бос болмайды дейді ғой. Ауылдың еркектерін бұзып жүрсің деп шіңкілдеген участковыйдың даусы алыстай беріп естілмей кетті. Есіктен сықалап участковыйдың кеткеніне көз жеткізгеннен кейін есік алдына шықтым. Көздері жалт-жұлт етіп, шаштары жалбырап кеткен Зілиха не істерімді білмей тұрған мені құшақтап жылап жіберді. Өксіп ұзақ жылады. Еркектердің озбырлығына, өзінің жесір ғұмырына нала айтып жатқандай. Мен қалай жұбатарымды, не айтарымды білмей шашын сипап тұра бердім. Бірер жылдан соң Созақбайдың жазасын берем деп өз-өзіме уәде бердім. Мен қанша асықсам да Зілиханы бұндай жағдайға тастап кете алмадым. Қолына су құйдым. Салқын суға бетін шайып, шашын дұрыстап, өзіне өзі келгендей болды. Көздері ісіп, өксігі әлі басылмаған Зілиха диван жақ болған соң төсектің шетіне кездейсоқ отыра кеткен менің тіземе басын салып, біраз әңгіме айтты. Марат деймін, сенен жасырып қайтейін. Мен осы ауылда тұрғалы 3 жылдың ішінде сен менімен болған екінші еркексің. Сенің алдыңдағы адам мені шын жүректен сүйген, бірақ оның отбасын бұза алмадым. Мен ешкімді шын жүрегімен сүйе алмайтын секілдімін. Мені сүйген немесе ұнатқандар мен емес, өзім ұнатқан еркектермен болғым келеді. Ажырасқан күйеуіммен 5 жыл жүріп, күйіп-сүйіп қосылып едік. Осы 3 жылда 20 шақты еркек жаңағы Созақбайдың кебін киіп кеткен. Сонда менің жазығым не? Әдеміше болғаным ба, күйеуімнен ажырасқаным ба? Мен оны Созақбаймен өлтірсе де, миллион теңге берем десе де жатпаймын.
Жоқ, мен сабама түсуім керек деп ол біресе екі шекесін, біресе желкесін уқалады. Мен көргенім мен естігендерімнен есімді жинай алмай мелсейіп отырмын. Минут сайын есейіп, өмірдің көлеңкелі жақтары мен әйел еркек арасындағы қатынастардың проблемалары туралы өмір сабақтарын алып, көңілге түйудемін. Зылиха да мен білетін Зылиха емес. Марат, сенің түрің бұзылып кетіпті ғой, сенің жаныңды жараладым-ау, мен қазір сыртқа шығып келейін, бұл соңғы кездесуіміз шығар деп тұрып бара жатқанда, қолы шалбарымның сыртын сипағандай болды. Әлде аңдаусызда тиді ме екен? Ол да соны күтіп тұрғандай дүр сілкініп шыға келді. Есіктен шығып бара жатқан Зылихаға қарасам, ол да мен білетін Зылихаға айналыпты. Менің бойымды тек құштарлық емес, басқа бір сезім қоса жаулап алған. Оның не сезім екенін өзімде түсінбеймін. Зылиханы аяйтындаймын, оны қадірлей түскендеймін. Оның шырқаған жанын жұбатқым келгендей, ісіп кеткен көздерінен бастап аймалаудамын. Оны еркелеткен болам. Менің барынша қолымнан келетін осы еді. Зылиха да қазір төсекте ерекше болды. Бұрын көрсетпеген қылықтар көрсетіп, төсімнен аймалады. Кемшектерімді біресе сүйіп, біресе тілімен қытықтады. Қолдарын кіндігімнің төмен тұсына қайта-қайта апара берді. Апарған сайын енді қалғи бастаған қалбақты қарақшым қайтадан қаруын оқтайды. Менің бозбалалық түйсігім мына кездесудің басқа кездесулерімізден өзгешелеу екенін мойындағандай, мен де Зылихаға ұзақ ләззат сыйлауға тырыстым. Төсекте бозбала да емес, кәдімгі жолбасар еркекке айнала бастағанын сезгендеймін. Зылиха өзі айтпақшы, оргазм алған кезде не істеп не қойғанын білмей аласұрып кетеді. Мен де дәл сол Зылиха үшін төсектің ең тәтті кез екенін түсініп, сол кезеңді ұзаққа созуға тырыстым. Менің де есім шығып кетеді. Зылиха екеуміз үшін бұл кез еркек пен әйелдің бір-бірінің тәнінен ләззат алу емес, қайта керісінше бір-бірімізге ләззат сыйлауға ұмтылғанымызды ұқтым. Мен оның көңіліне қарауым, менің оған жас алшақтығына байланысты ешқашан айтылмайтын сезімнің өтеуі болса деймін. Жүзінен бақыттылықтың белгісі білініп, даусынан қуаныштың лебі ескен Зылиха маған үзіле қарап, сен бүгін ерекшесің жаным, деді. Емтихан тапсырып, інімді ауруханадан әкеліп, одан үйге алыстағы нағашыларым келіп, тағы басқа жұмыстармен арада 10 шақты күн өтіп кетті. Осы арада Зылиха ойымнан шықпағанмен барудың реті келмеді. Үйінде телефон да жоқ. Бір күні газеттерді ала келейін деп почтаға соққанымда Зылиханы кездестірдім. Паспорт тәртібін бұзып, тұратын жерінде тіркелмегендіктен айыппұл салыныпты. Соны төлеп тұр екен. Менің көз алдыма Созақбайдың кіжінген түрі келді. Көптің көзінше ештеңе айта алмай, көздерімен жұбатып кеттім. Бір күні тағы бір емтиханды тапсырып деп тынымсынымды алғандай болдым. Бір-екі күнде моншаға барып Зылихаға баратынымды ойлап, ішімнен қуанып жүр едім. Таңертеңгі шай үстінде апам, Зылиха қалаға көшіп кетіпті, деді. Шай ішіп болғаным мұндай абырой болар ма? Ішімдегі болып жатқан астан-кестең дауылды ешкімге білдірмейін дегендей, сүріне қабына өзенге қарай жүгірдім. Таңертеңгі салқынға да қарамай, шомылатын мезгіл болмаса да келе салқын суға қойып кеттім. Денемнің әр мүшесі, әр тіканы, әр түйіршік қаным Зылиханы жоқтап жатқандай, ішімнен қош бол, мен ауыздандырған әйел, дедім. Содан кейін, жоқ Зылиха, сен мен ауыздандырып қана қойған жоқсың, одан да көп нәрсе бердің, көп нәрсе ұқтырдың, дедім. Содан кейін Зылиханы көргенде, естігенде жоқпын. Марат әңгімесін аяқтап, сол күндерге еніп кеткендей, екі көзін бір нүктеге қадап, ауыр ойға шомып отырып қалыпты. Кеудем шым ете қалды. Маратты өзіме белгісіз Зылихадан қызғанғандаймын. Ау, Мәке түс болып қалды ғой, қазір күн ысып кетеді, базарға азық-түлікке барып келейік, дедім. Ал сен ше, сен де айтам деп едің ғой. Мәке түс болып қалды ғой, мен тағы бірде айтармын деп, мойнынан құшақтап ерінен сүйдім. Мәкең мұны өзінше түсінді ме, әлде менің бетімде солай жазулы тұрма, ол төсекке ме кеттік деп мені көтеріп алды. Мен көздерімді жұмып, Мәкеңді енді ешкімге бермеймін дегендей мойнынан қатты құшақтап алдым. Жоқ, мен Зылихадан артық ләззат сыйлаймын. Оның бейнесін Мәкеңнің ойынан бір жола шығаруым керек. Әрең тапқан аяулымды ешкімге де бермеймін дегендей, оны аймалай бастадым. Алғашқы еркек құшағын көргенім туралы ол заңды күйеуім болса да ешқашан айтпаймын. Ол әйелдер тарапынан ешқашан айтылмайтын әңгіме. Мәкеңнің құшағында көзім жұмылып бара жатып, кешке балалармен әңгіме өткізуді ұмытпау керек деп ойлап үлгердім.